Қайнар Алагөзов теріс жолға түскен кезін еске алып, өз өкініші туралы айтты. Елімізге танымал ақын Қайнар Алагөзов бүгінгі таңда Алматы қаласынан туған жері Ақтөбеге қайта оралған. Уақыт көрсетеді бағдарламасында ақын кезінде зиянды заттар пайдаланғанын мойындады. Ақынның айтуынша, бүгінде ол күндер артта қалған. Бағдарлама барысында жүргізуші есірткі заттарын пайдаланбағанын сұрап сауал қойды. Қайнар Алагөзов өмірде ащының да, тұщының да дәмін татып көргенін жасырмай айтты. Негізінде қателеспейтін пенде жоқ қой, адасқан жанда айып жоқ, үйірін қайта тапқасын дейді. Жастықпен кімде не болмады? Бүгінгі таңда ішпеймін, шекпеймін, карта ойнамаймын. Қателікпен ащының да, тұщының да дәмін татып көрдік. Уақытымды, денсаулығымды, достарымды жоғалттым. Тапқанымды екі бастан сол жаққа жұмсайтынмын. Нақты қанша ақша кеткенін айта алмаймын. Соның бәрін өтіп көру керек болған